Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай керемет пиццаны дайындаймыз. Қамыры осындай керемет, нәзік, қайталанбас болып шығады. Дәл осы рецептпен жасалған пицца сіздің отбасы мүшелеріңіздің барлығына ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарап, маған лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Ол үшін бізге керегі кішкене қасық ашытқы, үлкен қасық сұйық май, қант, тұз, жылы су, сүт және 4 стакан ұн. Ең алдымен бос чашкамызды алып, оған жылы суымызды құямыз. 1 қасық тұзымызды, 1 қасық қантымызды және 1 қасық майымызды қосып, жақсылап оны араластырамыз. Және де 1 стакан сүтімізді қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Кішкентай қасықпен ашытқымызды қосып, оны да араластырамыз. Сіздерде де дәл менікіндей осындай сұйықтық пайда болады. Бұл сұйықтыққа яғни енді ұнымызды қосып, жайлап араластырып, қамыр пайда болғанша араластырамыз. Екінші стаканымды қостым, яғни әлі қамыр пайда болмады. Сол себепті қасықпен араластырудамын. Тек 3-4 стакан қосқаннан кейін осындай қамыр пайда болады. Ол қамырды қолымызбен жайлап отырып, қатты умаждамай, жұмсақ қамыр илеп шығарамыз. Чашкамыздың шет-шетіндегі ұндарды да қоса алып, иіні қанғанша біздің қамырымызды илейміз. Бізде жұмсақ, үлпілдек қамыр пайда болуы қажет. Бұл қамырдан, яғни менде әсел пешінің домалақ формасынан менде 4 дана пицца шығады. Иіні қанған қамырымызды чашкамызға салып, бетіне пищевой пленка немесе қолда бар салафанмен ауа кірмейтіндей қылып орап, бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Салмасы бұл жерде ең маңызды нәрсе, атқаратын ол сыр және кетчуп, майонез. Басқасын қалауларыңызша алсаңыздар болады. Біздің қамырымыз осындай керемет болып көтеріліп шықты. Қолымызды майлап, оны басамыз және 1/4 бөлікке оны бөлеміз. Дайын болған қамырымызды кезекпен бір-бірлеп жаямыз. Оқтаудың көмегімен дөңгелектеп аламыз да, кейін противинді майлап, қолымызбен противиннің үстіне дөңгелек жұп-жұқа қамырды жайып аламыз. Қамырымыз неғұрлым жұқа болса, соғұрлым пиццамыз дәмді болады. Қамырымыз дайын болды. Кетчуп, майонезді араластырып, қасықпен өстіп жағып шығамыз. Жағып шыққан соң бетіне сәл-пәл ірімшік сеуіп, шұжықтарымызды орналастырып, қалауыңызша ас-көк сепсеңіздер болады. Пиццамызды салмас бұрын пешімізді қыздырып аламыз. Дайын болған пиццамызды 180 градусқа 5-6 минутқа жібереміз. 5-6 минуттан кейін пиццамыз дәл осындай болып шығады. Оған бетіне тағы да ас-көк пен ірімшік сеуіп, қайтадан пешімізге оны жібереміз. 5-6 минуттан кейін бізде дәл осындай нәзік, күшті, керемет пицца дайын болады. Міндетті түрде бұл рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.